Ассалаумағалейкум. Армысыздар Шанышқынның тұрақты көрермендері. Біз сіздермен осындай мерекелі, берекелі, жеңісті күнде кездескенімізге қуаныштымыз. Сіздерді біз Ұлы Отан соғысының 70 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Бейбітшілік жайлай берсін жер бетін. Туы мәңгілік желбіресін жеңістің. Мінекей Ұлы Отан соғысына қатысқан ғалым атаның үйіне келіп жеттік. Ал, кірейік. Біз ғой ата. Қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай, аман есенсіз? Ата, жаңа сіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, соғыста 46 жылға дейін жүрдім деп. Негізі соғыс 1945 жылы біткен болатын. Сонда бір жыл не істедіңіз сіз? 45 жыл бітті ма соғыс? Иә, 45 жыл. Мен шынымды айтайын. 46 жыл, 45 жылы біткенде 45 жыл Берлинде болдым. Одан кейін Лондонда болдым ғой мен. Лондонда болдым. В общем, соғыста қыдырып жүрдік қой. Шынымды айтайын, қыдырып жүрдік. Жан жақты. Одан кейін 46 жылда естідік, соғыс бітті деп. Лондоннан Қазақстанға келіп оралдық. Әйтеуір кесем медаль тағып атыр. Не үшін тағып атқан? Соғыста ардагер атанып кеттік қой. Достым, ау! Егерде сен аман қалсаң, менің үйдегілеріме сәлем айт. Жарайды, айтам. Батыр екенімді, қазақ елі батыр екенін айт. Болды. Егерде мен аман қалсам, мен сенің батыр екеніңді, сенің мәңгілік соғысып, адал екеніңді мен айтам. Халқыма жеткіз, батыр екенімді айт. Сәрсен, тұршы орнан! Сәрсен, орнан тұрш! Сәрсен, орнан тұрш! Сәрсен! Орнан тұрш, Сәрсен! Сәрсен, орнан тұрш! Сәрсен! Сәрсен, тұршы орнынан! Братан! Қонаев көшесі қаяқта? Қонаев көшесі. Қошыған адамын нормально соғысты ба қойдың тұр ғой! Барды шашаға! Алға. Қазақстан қайтып көреген. Ата, сіз неге жылап отырсыз? Бұрынғы соғыс жылдарыңыздағы қайтыс болған достарыңыз есіңізге түсіп кетті ма? Қайтыс болған достарыңыз есіңізге түсіп кетті ма деймін? Жоғай, құрғыр кредитті төлеу керек еді. Соған ақша керек. Жетіскенде жылап отырып дейсің бе? Ол кеткен адам кетті ғой соңғы. Ал ата, сіз сияқты ардагерлер осы Ресейде болып жатқан парадқа кетіп бара жатыр. Жолдама берді оларға, жататын тегін жай берді. Ал сіз неге бармадыңыз ол жақ? Қуасың ба? Ояқта күністік қой. Күністік қуасың барған жоқ. Қалған бәрі кетті соға. Еріккендер жүре берсін соқта. Өздері қыдырып. Ата, енді сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Ұлы жеңіс күні құтты болсын.
Осындай сұрапыл соғыстан аман есен өткен ата-апаларымыз аман болсын. Қазақтың дархан даласы кен, аспаны ашық болсын. Жұдырықтай жұмылған, білектей біріккен қазақ елі жасасын. Осындай ұлан ғайыр кең байтақ жерімізді бізге аманат қылып тастап кеткен майдангер аталарымызға біз әрқашанда басымызды июіміз керек. Шынында да қазақтың даласы кең ғой. Кең, қазақтың даласы кең, Әсен айтқандай, біздің ойлағаннан да кең. Бірақ кең деген кейде ішің ашитын бір жағдайлар болады да. Қараш, сен қазақсың, мен қазақпын, бірақ сенің тұратын үйің жоқ осында кең далада, дұрыс па? Пәтер жалдап тұрасың ғой? Мен де пәтер жалдап тұрамын. Сол соғыста елімізді, жерімізді қорғаған ата-бабаларымыз, аталарымыздың қазіргінде үкімет оларға жәрдем беріп жатыр ма? Оны қазір біз 10-ші аймақ жаңалықтарынан көре жатармыз. Құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге 13-ші аймақ бағдарламасы. Оны жүргізетін мен Руслан Байбөреев. Биыл жеңістің 70 жылдығына орай қатар сиреп қалған ардагерлерге елбасымыз сый-сияпатпен марапатталды. Сондай-ақ 1941 жылы Ұлы Отан соғысында ерен еңбегімен бағаланған үшін сталиндік марапаттан сыйақыға алған көк ғалым атамыздың танкісі бүгінгі айыптұрақта қамалып тұр. Айыптұрақтан танкісін шығарып алу үшін барар жері басар тауы қалмаған. Біздің арнамызға келіп өзінің уәжін білдіруде. Ары қарай тілші әңгімесінде. Айта Алтайда Жамал апам қартайды демекші, бүгінгі майдангер атамыздың автокөлігі мынау біздің айыппұл тұрағына тұрғанына қанша жыл болды? 70 жыл болды. 70 жыл. Неліктен әлі күнге дейін мұнда тұр? Неге алып кетпейсіз бұны? Атаңа тыңда. Міне, мен өкіметке айтып жүргеніммен 70 жыл болды. Мына танкіні үйге апарып қойып беріңдер, ей. Менің қарашықтай қара көзім бұл. Міне, осымен соғысқанбыз біз. Көрдің бе? Ата, мына қарап тұрсам, танкіңіздің көп жерлері ұрланған сияқты. Пакіршкелері жоқ. Пакіршке қоя тұрсын. Мынау титаны бір десік тұғын. Ана қара простойын қоп қойып тәсен әлеттер. Алдында номері 777 тұғын мекі. Қазір простой номер тұрмасында? Қазір номерін алып тастаған қоя. Бұндай күнге... Оны қой берсен. Оны қой бер. Мынаны мен өзім айдағам. Талай немісті қырғам осымен. Көрдің ба? Мына жерде құрын осыға түрін. Бұл енді мен бұны үй жаққа барып, кесіп металдан көткізіп жіберсем ба деп атымда енді. Аға, енді бұл жерге қалай түсіп қалды бұл машина? Сіздің танкіңіз түсіп кетім. Қай жерге түсіп қалды? Сыңда, бұл соғыс уақытында айдап жүргем. Гаи істеп алды ма? Жоқ, гаи деген дөкізді болмаған. Соғыс уақытында фотоаппарат деген нәрсе болған. Соған 120 мен келіп түсіп қалдым ғой. 40 мен жүретін орында. Соң ап қойды ма соған? Мен немістермен бірге ішіп отқамыз. Неміспен? Қазақстанның шекарасынан өтуге баратқанда сол шағымызда мынаны әкелді да 120 мен өтіп баратқан ішіп ағам ғой. Спирт бар ғой. Сонымен түсіріп алып, жағып жүргеді. Ата, мына енді танкіні енді сіз өзіңіз сатып алдыңыз ба? Сыйлыққа берді ма? Жоқ, онда емес. Тыңда, мынаны Сталиннің өзі көліп патент еткен. Сізге? Ғалым мәл деді. Кілті міне. Кілті. Міне. П-340. Міне, осы танкінің аты бұл. Міне. Танкі деген сөз. Міне, танкі кілті осы. Сталиннің өзі көліп маған патент еткен. Не үшін патент етті, білесің ба? Не үшін? Үйінде барып қыс қойғамыз оны үйіне. Үйін тұрғызғамыз, екетасыз қалып салып бердік, одан кейін беріп патент етті ғой. Мәшіне бердік. Кілтін патент етті, танк алдық. Бұл енді ата қазір кезде бұл танкіні айдай алмайсыз, көшеде жүруге болмайды бұнымен. Не істейсіз бұны үйге апарып? Айтып жатырмын ғой, үйге апарып қойып қоямын. Немерелерін бір-екі рет көшеде суретке түсіремін да, кесіп металдан көтіп жіберем. Мынаның ақшасы қанша екен білесің ба? Қанша? Бір Лексустың ақшасы ғой мынау. Өкімет сізге көмектесіп жатқан жоқ қой, жеңістің 70 жылдығына? Көмектесіп жатыр, бірақ мынау менің қара көзім ғой. Сосын ғой, зарлап жүргенім 70 жыл болған. Сонда қара көзіңізді кесіп металлон өткізесіз бе? Енді суретке түсіп аламыз деп айтып отырып қой. Бір өзің түсініксіз бала екен. Рахмет Ақсақал сұхбатыңызға. Бүгінгі келіп түскен мәліметтер осындай. Келесі аптада кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Әсем, көрдің ба? Біз ойлағаннан да ардагерлердің жағдайы әлдеқайда жақсы екен. Осы ардагерлердің арқасында біз осындай бейбітшілік өмірде өмір сүріп жатырмыз. Оларға біз үлкен рахметімізді айтып, тағы да басымызды июіміз керек. Бүгін бізде Тума таланттың қонағы Арайна тобы. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде Тума талантта қонақта Арайна дуэті. Студиямызға қош келіпсіздер, қыздар. Көңіл күйлеріңіз қалай жалпы? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сіздердің тамашалап жатқандарыңыз, біз Арайна тобы, көңіл күйіміз өте жақсы, керемет. Жалпы Арайна тобының атауы қайдан шықты? Арайна тобының атауы Ар-айна. Қарап тұрсаңыздар, ардың айнасы деген мағынаны білдіреді. Осы мынау тәрбиесі аса күшті емес заманымыздағы қыздарға ар жағынан тәрбиелі болайық деген мағынада, бір үлгі болайық деген мағынада қойылған ат қой, соған лайықпыз балақ емеспіз, әрине оны халық шеше жатар, бірақ бұны атымызды Иса Омар ағайымыз қойып берген, атқа лайық болуға тырысамыз жалпы әндеріміз ретінде. Жалпы Иса Омар деген естуімше қаламгер кісіді. Жалпы сол кісінің орындауындағы шығармашылығындағы әндерді орындайсыздар. Қанша жыл болды жалпы өнерге келгендеріңізге? Аса көп бола қойған жоқ, дегенмен біраз сол ағаймен жұмыстар жасап жатырмыз. Әндері өте керемет, сөздері мәнді, мағыналы. Біз іздеп жүрген әндер. Иса Омар ағамыз сол Замана баспа үйінің бас директоры, қаламгер ақын. Былайша айтқанда біздің продюсеріміз деп айта аламыз. Арайнаның құрылғаны қанша жыл болды? Көп болған жоқ, бірақ біраз болып қалды, біраз жұмыс жасап жатырық, біраз уақыт. Жас топпыз ғой? Жас топпыз, жаңадан шықты. Жалпы продюсерлерің бар ғой да? Иә, бар. Қазір Арайна тобы қайда оқып отыр, қайда білім алып отыр дегендей? Оңтүстік Қазақстан САС колледжінде хор дирижерлау бөлімінде 4-ші курста, Алла қаласа аяқтап бітіріп жатырмыз. Керемет. Ары қарай Қазақстан жоспарларымыз әрине көп. Құдай қаласа, Алла қаласа дейік. Қазақ ұлттық консерваториясы Құрманғазы атындағы сол жоғарғы оқу орнына түсеміз деген жоспарымыз, мақсатымыз, үміт, арман, тілегіміз бар. Керемет. Армандарыңыз іске аса берсін. Жалпы қандай шығармашылықпен айналысып отырсыңдар бұдан басқа, өнерден басқа? Жалпы мамандықтарың, өз сүйген мамандықтарыңды ойлайсыңдар ма жалпы? Жалпы өнер жолында жүрген соң, әрине бар арман тілегіміз. Қайқа бұрмасаң да бәрібір осы арнаға келіп толығады. Басқа да жұмыстармен әзірге айналысып жатқан жоқпыз, себебі оқуымыз өте қиын біздің. Сол жақпен бос уақытымызда. Жалпы туысқандық қатынастарың бар ма? Екеуің бір жанұядан болмаса? Жоқ. Бір жанұядан емес, біз осында оқуға келіп таныстыңдар да? Таныстық, бір жанұяның қыздары сияқты болып кеттік, бір-біріміздің үйімізде тұрамыз, бір-біріміздің үйімізге барамыз. Солай жүрміз. Керемет екен. Жаңа бейнебаяндар түсіру жоспарларыңыз бар? Әзірге бар, әрине ниеттеніп жүрміз ғой, бірақ қол босамай жүр шыны керек. 4-ші курс болғаннан кейін өзіміздің дипломдық жұмысымыз бар, әрі клиптер, сол концерттер болып бұйырса. Өнерге келулеріңе не себеп болды сендердің? Өнерге келуге не себеп? Қоршаған ортамыз, ата-анамыз, жалпы бір Аллах тағала соны қалаған шығар, қалауымен келіп отырық. Қазақ эстрада жұлдыздардың қайсысын еліктеп өстіңдер? Қазақ эстрада өзіміздің өтірік болмаса? Еліктемейміз, бірақ Ескендір Хасанғалиев, Бибігүл Төлегенова сияқты апаларымыз тыңдап өстік. Роза апайымыз. Роза Бағланова апаларымыз да. Соларды өзімізге пір тұтып, солардай болғымыз келеді. Қазіргі айтып отқан әншілерге айту жағынан бір көңілдерің толы ма? Көңіл толғанда. Айтып жатыр, барлық жерлерді айтып жатыр. Бізде әр нәрсенің мінсіз нәрсе болмайды ғой. Бірақ шында көгілдір экранды қоссаңыз, бәрі айтады, әншілер көйіп кетті. Расында көйіп кетті, бірақ саралау керек сияқты біздің де ойымыз сол. Әндерді саралап, сөздеріне көбінесе мән береміз. Бос уақыттарың немен айналысасыңдар? Ән тыңдаймыз, әнді ағайымыздың, Иса Омар ағамыздың әндерін тыңдап, соларды ары қарай дамытып. Сөз жазуға тырысамыз. Өздерінде ақындық өнерде бар ма? Кішігірім, аса емес, бірақ кішігірім. Өзіміз өлең жазуға тырысамыз, әндер жазуға тырысамыз. Ұлттық аспаптарды ойнай аласыңдар ма? Жоқ. Ойнау керек дейсің ба? Ойнау керек жоқ. Бірақ үйренеміз. Қызығушылық бар, домбыраға қызығушылығымыз бар. Үйренбеске? Үйренбеске, әрине, уақыт болып жатса.
Олай болса, құрметті көрермендердің атынан сендерден қолқа салып ән сұраймыз, кереметтей. Бір әудемейтін қызы жоқ, әуде жіберіңіздер. Біздің жаңағы қазір орындайын деп жатқан әніміз Ұлы Отан соғысына 70 жыл толды ғой осы жылы. Сол аталарымызға, аналарымызға, солардың еңбектеріне арнап, осы Иса Омар ағайымыздың Жүректегі жаралар атты әні бар. Соны орындап берейік. Құрметіне. Әкесін күтті балалар, баласын күтті аналар, күтумен өткен жылдары ғасырға болды барабар. Інісін күткен ағалар, келеді ол деп шамалар, ажырап қалса бауырдан, басқасын қайдан табалар. Ажырап қалса бауырдан, басқасын қайдан табалар. Деген әні бар. Бәрекелді. Жалпы жанұяларында сендердің әнші болуларыңа әке-шешелерің қарсы емес пе? Жоқ, мен өзім үйде ең кішкентай кенжесімін. Анам әр жеткен жетістігімді, орындап жатқан әндерімізді бірінші мен анама тыңдатамын. Көріп, қуанып отырады. Ана деген қашанда бала үшін бақыт. Иә. Ана туралы өзің ән жазып, сондай анаңа бір сыйлық жасалмады ма? Енді жоспарда бар. Анамызға арнап, енді өзіміз жазбасақ та, ағайымызға сразу жазсамыз ғой. Ағай енді дарасын, данасын, анашым деген ағайдың өлеңін алдық. Енді Алла қаласа жарыққа шығаруға ниеттеніп жүрміз. Анамызға арнап. Жалпы бүгін ұлы жеңіс күні. Не? 70 жыл. Сондай ма? 70 жыл, е? 70 жыл. Жалпы егер Құдай сақтасын да, сол баяғы соғыс кезі болса, Әлия, Мәншіке апаларымыз сияқты соғысқа аттанар ма едіңдер? Сөзсіз, иә. Ауызбен айтып отырсыңдар. Жоқ. Ауызбен айтуға жеңіл, бірақ тырысатын едік, иә, бар. Қолымыздан келген отан үшін. Иә. Еңбек. Жалпы үйде өлең айтып отқанына тыныш отыршы дегендер болмай ма? Болады кейде. Ана үйдің тірліктерін жасап жүреміз, сол кезде шырқап, айқайлап өлең айтып жүрсең, қойшы деп ұрсып береді, демалайық та деп. А бір кейде өздері көңілдері келсе тыңдап айтшы деп қалады. Біздің отбасымызда ондай болмапты. Еркіндік береді. Бір мектепаралық конкурста, болмаса байқауларға қатысып бір жеңімпаз болып, бір дәрежелі сыйлықтар алыңдар ма? Дәрежелі сыйлық балалық шақта мен өзім Сарыағаш ауданы Абай ауылынан келгенмін. Балалық кезде, мектепте оқып жүрген кезде қатыстық қой, былайша айтқанда табалдырығын тоздырдық десек те болады. Сол әнші балапан, жаңағы сол сияқты кішкене нелерге қатысып жеңістер алып отырдық, бұйырған жеңістерімізді. Кейін өсе келе жоқ болды ғой. Бәрекелді, бүгін біздің студиямызға келіп, алтын уақыттарын бөлгендеріңе рахмет. Құдай қаласа үлкен биіктерден көрініңіздер. Құрметті көрермендер, егер де сіздердің бойларыңызда дарынды талант болса, біздің бағдарламамызға келіп міндетті түрде қатысуларыңызға болады. Біздің мекен жайымыз Рахат аялдамасы, ТВК телеарнасы. Олай болса, құрметті көрермендер, осындай жеңісті күндерде кездескенше сау, саламатта болыңыздар.